1968 жылы Новиковтар отбасы Оралдағы Карпинск қаласынан Қазақстанға қоныс аударды. Мыңдаған өзге отбасылар секілді олар да жаңа өмір бастау үшін келгенімен күткеннен де көп нәрсе тапты. Екібастұз олар үшін туған шаңыраққа айналды. Мұнда еңбек тек бағаланып қана қоймай, жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, тұрақтылық пен ертеңгі күнге деген сенім сыйлады. Осылайша еліміздің көмір саласымен 3 ұрпақ бойы байланысып келе жатқан әулеттің тарихы басталды. Отбасының жалпы еңбек өтілі бүгінде 2 ғасырға жуықтайды. Ал тартушы агрегат машинисі мамандығын алғаш игерген әулет бастаушысы Кузьма Новиков. В 1968 году мой дед переехал в Казахстан из Карпинска. 1968 жылы атам Карпинск қаласынан Қазақстанға көшіп келді. Қазақстанға келгеннен кейін атам Северный жүктеу көлік басқармасына тартушы агрегат машинисі болып жұмысқа орналасты. Біздің бүкіл отбасымыз атамыздың жолын жалғастырып келеді деуге болады. Қазақстан бұл үшін барлық жағдайды жасады. Адамдарды қызықтырып тұрғын үй берді. Халық өзін аямай еңбек етіп, қаланың да мемлекеттің де дамуына үлес қосты. Кейін адамдар бұл жерден кеткісі келмеді. Себебі мұнда жайлы әрі жақсы болды. Мен үшін бұл жай ғана тұратын жер емес, бұл менің туған үйім. Мен осында туып өстім. Осы қалаға өз үлесімді қосып жүрмін. Ата-бабаларым осында жерленген. Көшіп кету туралы ойдың өзі де жоқ. Бұл менің үйім. Тут уже вариантов на отъезд или переезд даже не рассматривается. Это мой дом. Кузьма Новиковтың жолын кейін оның ұшылы Александр Николай және Юрий жалғастырды. Кейін олардың балалары да осы салаға келді. Новиковтар әулетінің ер азаматтары бір кәсіпорында ғана емес, бір құрылымда, тіпті бір мамандықта еңбек етіп келеді. Раньше у нас дедушка, пока был живой, он часто любил объединять семью за одним ужином. То есть приглашал домой к себе всех, и от мала до велика все участвовали, так сказать, в разговорах. Бұрын атамыз көз тірісінде отбасын бір дастархан басына жиі жинайтын, үлкенде кішіде бас қосып әңгімеге араласатын. Кейде әкелеріміз және атам арасында жұмысқа қатысты пікірталастар болып қалатын. Атаның тәжірибесі мол, сауатты адам еді. Олар сызбаларды үстелге жайып қойып, кімнің дұрыс, кімнің қателескенін талқылайтын. Мен кішкентай кезімде олардың неге сонша қызығып отырғанын түсінбей таңырқап қарайтынмын. Өйткені олар үйде отырса да жұмысты талқылайтын. Мұның бәрі менің санама сіңіп қалды. Сондықтан есейгенде басқа мамандықтарды мүлде ойламадым. Мақсаты түрде тартушы агрегат машинисі мамандығын таңдадым. И это передалось как-то на подсознательном уровне. Я когда подрастал, я даже не рассматривал другие какие-то специальности. Я целенаправленно пошел учиться на помощника машиниста тягового агрегата. Машинистің жұмысы үлкен жауапкершілікпен жоғары зейінді талап ететін мамандық. Әр ауысым техниканы мұқият тексеруден басталды. Себебі нәтижеде қауіпсіздікте соған байланысты. Жұмыс барысында көмір мен ашылымды тасымалдау, күрделі техниканы басқару, қателікке жол жоқ жағдайда шешім қабылдау қажет. Бұл білімді, тәжірибені және мінездің мықтылығын талап ететін жұмыс. У меня отец Юрий Кузьмич отработал также всю жизнь на богатыре. Әкем Юрий Кузьмич те бүкіл еңбек жолын богатырьда өткізді. Ол да еңбек жолын Северный жүктеу көлік басқармасында көмекші болып бастады. Ұзақ жылдар бойы түрлі учаскелерге жетекшілік етті. Басқа кәсіпорындарда басшылық қызметтер атқарды. Шығыс кенешінде басшы болды. Кейін қайтадан богатырь көмірге оралды. Қазір Степнай жылжымалы құрам депосында нұсқаушы болып жұмыс істейді. Биыл құрметті демалысқа шығуға дайындалып жүр. Ал жас буыннан қазір мен және менің қарындасым еңбек етіп жүрміз. Қарындасым Богатырская жабдықтау депосында жұмыс істейді. Время на экипировочном депо ТЭС Богатырская. Бүгінде Новиковтар әулетінің еңбек жолы жалғасуда. Үшінші буын богатырьді еңбек етіп, отбасылық дәстүрді сақтап, одан әрі дамытып келеді. Бұл бір әулеттің ғана тарихы емес, бұл түрлі ұлт өкілдеріне ортақ үй болған елдің тарихы. Бірлік пен сенімнің, жасампаз еңбектің тарихы. Қазақстан олар үшін туған отанға айналды. Ал олар отанға өздерінің адал, кәсіби еңбегімен жауап беріп келеді.